Егер балаңыз шетел азаматы болса, шетелде туылған болса, Қазақстанда қалай тұрақты тұруға болады, қандай виза керек, ПМЖ, ВНЖ деген сияқтылармен бөлісемін, қандай құжаттар жинақтау керек, солардың бәрін айтып беремін. Бірге болыңыздар. Сіздермен бірге Айгерім, сәлем. Бүгін сіздермен сіздерге ақпараттық видео түсіремін. Егер балаңыз шетелде туылған болса, болмаса шетелдік жаңағы ағайындарыңыз болса деген сияқты, солар Қазақстанға көшіп келгісі келсе, Қазақстанда тұрақты тұрғысы келсе, қандай қағаздарды жинау керек, соны қазір айтып беремін сіздерге. Бұл жерде мен өзім тәжірибемен бөлісемін. Менің балам шетел азаматы, түрік азаматы. Мен түрік азаматтарына бірінші мен миграцияға барып, миграцияның тізімін сұрадым, документтерін. Келместен бұрын апам келіп, миграцияға барып, тізімін сұрап алды. Сол бойынша өзім Турцияда сол документтерді жинап, апостиль бастырып, сосын барып Қазақстанға келгеннен кейін жұмысымды бастадым. Қазір менің балам түрік азаматы болғасын, бірінші ПМЖ, постоянное место жительства, болмаса ВНЖ берілмейді. Оған өйткені ол мен басында келген кезде, ақпан айында келдім, 2026. Ол кезде былай айтқан еді маған, 16 жасына келгеннен кейін ғана ВНЖ беріледі деп. Оны мен 7 мамырда кішкене ережелер заң өзгеріп, балаға 16 жасқа толмаса да не береді екен, постоянно место жительства береді, ол бір бет қағаз. Сосын сол бір бет қағазды өзіңізбен бірге ұстап жүресіз. Сосын ол бала 16-ға келген кезде мынандай қызыл түстегі жеке туралы куәлік береді. Біздің жеке туралыққа өте ұқсайды, бірақ біздікі көк болса, ол қызғылт түстес болады. Сол оны жасамастан бұрын бірінші виза жасату керек болады. Виза ол дегеніміз С-11 визасы, түрік азаматына С-11 визасы дайындалады. Ол однократный болып бөлінеді. Многократный 3 жылға беріледі, однократный тек 1 жылға беріледі. Однократный 1 жылға берілгенде, егер 1 жылдың ішінде шетелге шығып кетсеңіз, ол күйеді, қайтып келген кезде қайтып жасату керек болады. Ал многократный 3 жылдың ішінде шығып кіре аласыз. Таможнядан да ол күймейді. 3 жылдың бойында қанша рет шықсаңыз да Қазақстаннан 3 жыл бойы қолдана аласыз. Ол сіздің балаңыздың паспортына жабыстырылады ол визалар. Мен келген кезде С-11-дің однократный түрін жабыстырдым. Бір мезгіл қолданатын 1 жылға. Өткеннен мен ары-қарата ПМЖ жасаймын деп ойладым, ВНЖ жасаймын деп ойладым. Бірақ маған визаны әкеліп жасағаннан кейін, ВНЖ тек 16 жасынан кейін беріледі деген соң, мен жақсы онда бір визамен жүре тұрсын деп күте тұрдым. Соның арасынша 7 мамырда заң өзгеріп, сөйтіп ПМЖ-мді де алып алдым балама. Енді қандай құжаттар керек? С-11 құжатын визасын алу үшін өзіңіздің ағайыныңызға, болмаса менің сияқты балама мынандай документтер керек. Бірінші Турциядан алынған туу туралы куәлігін алып келдім. Оны осында апостиль бастырылған. Осыны аудардым, нотариализовать еттім. Копиясын, өйткені оригинал өзіңізде алып қояды. Сосын өзімнің жеке туралы куәлігім, анасының жеке туралы куәлігін көшірмесі керек. Сосын анкета толтырылады сол жерде. Сосын балаңыздың фотосы 3/5, 3,5-да 4,5 сантиметрлік, 1 штук. Сосын сол жерде заявление толтырылады, арызда. Және де осы С-11-ді алу үшін төленетін ақша. Оны Народный банкке барып, несі болады. Бірінші миграцияға барған кезде, миграцияда жарнама тұрған тақтасында жабыстырып тұрады, ИБАН нөмірі, счет нөмірлері, сол миграцияның соны жазып аласыз да. Сөйтіп Народный банкке барып, сол жерде ақшасын төлейсіз. Мен С-11-ді алған кезде мен 27.524 теңге төледім. Бірақ ол госпошлина қазір өзгеріп кетті, 30 мыңның үстінде сияқты однократный алу үшін. Многократный 100 мыңның үстінде. Мен 100 мыңның үстіне төлегім келген жоқ, өйткені ПМЖ алатын білдім де. Сол кезде однократный қылдырып алғанда 27.524 теңге төлеппін. Солының квитанциясы болу керек. Осы документтерді алып, миграцияға алып барасыз. Сөйтіп, қазір соң қабылдай ма білмеймін де, бірақ сіз міндетті түрде миграцияға барып сұраңыз, соң қабылдай ма, сіз қабылдай ма, сіз қабылдайсыздар ма деп. Менің кезімде мен миграцияға баратын болдым, бірақ ортада кішкене өзгерістер болсаң да. Сөйтіп, мен миграцияға алып барып тапсырдым. Ол бір-екі аптаның ішінде, 10 күннің ішінде келді. Сосын барып жүрге және балаңыздың оригинал паспортын тастап кетесіз. Соны барып тұрып, бір аптаның ішінде сияқты қайта барып сұрап тұрдым.
сосын бір 10 күннің ішінде дайын болды да барып баламның паспортын алып кеттім. Сол жерде С-11 визасы жабыстырылып тұрды паспортымда. Сөйтіп сол жерде мен ВНЖ туралы қайтып сұрадым, сіздер бересіңдер ма деп. Олар айтты, жоқ, бала 16-ға толу керек, сосын береміз деп айтты. Сөйтіп мен осы визамен, однократный визамен баламен осы заңды түрде Қазақстанда жүрдім. Сөйтіп бір күндері өтінішке жаздым. Өтінішке мен жазба түрінде, ресми түрде солардың миграцияның жауабын алғым келді. Сөйтіп 7 мамыр айының соңында өтінішке жазам. Осылай мен балам С-11 мен визамен жүр. Қазақстанда заңды жүр. Қазақстан тұру туралы куәлігінде алдым. Бірақ маған миграция туу туралы куәлік алғанмен ол заңды түрде Қазақстанда жүре алады деген сөз емес. Әрдайым виза алу керек болады деді. Менің баламның визасы 1 жылдық, тағы 1 жылдан кейін қайтып ұзарту керек па, әлде многократный виза алу керек па деген сияқты сұрақтарды жазып, өтініш арқылы миграцияға жібердім. Маған ресми түрде, жазбаша түрде жауап беріңіз, өйткені ертең былай шетелдікке кіріп шыққан кезде менде проблема болмасын, немен паспортный контрольда деп, баламда деп. Сөйтіп жазған кезде өтініш маған миграцияға жіберді. Миграцияның бастығы маған жазып жіберді. Бастығы ма, әлде білмеймін, қасындағы заместительдері ма, 7 мамырдан бастап заң өзгерілді. Қазір балаңыз 16-ға толмаса да постоянное место жительства деген разрешение на постоянное место жительства деген қағаз беріледі. Сосын балаңыз 16-ға толған кезде осы қағазбен жаңағы ВНЖ аласыз, жаңағы қызғылт түсті жеке туралы куәлігін аласыз деді. Сөйтіп деп қуанып кеттім де қайтадан құжаттар жинадым. ПМЖ-ға разрешение на постоянное место жительства дегенге құжаттар жинадым. Құжаттарым дайын болған еді, өзім қолымда да бәрін жинап апара қойдым. Оған қандай құжаттар керек, қазір айтып беремін. Осы бірақ ортада дейтін сол ақпан айы мен мамыр айының ортасында ережелер өзгеріп, миграцияға тікелей тапсырмайсыз, соңға барып тапсыру керек екен, сонда ереже болыпты. Сөйтіп мен осы жаңағы ПМЖ-ға документтерді, құжаттарды соңға барып тапсырдым. Бірақ алдын ала миграцияға барып, спискті тізімді қайттан сұрап алдым. Яғни разрешение на постоянное место жительства деген қағазға мынандай құжаттар керек. Былай айтқанда, Қазақстанда тұрақты тұру несі ғой, рұқсаты ғой, былай айтқанда. Оған менің баламның туу туралы куәлігі керек болды, қазақстандық, және де Турциядан алған туу туралы куәлігі, апостиль бастырылған, осы мен жақта аударылып, нотариально заверт етілген көшірмесі, яғни. Соны апарып бердім. Баламның паспортын апарып бердім. Ол паспорт ағылшынша ғой, оны тағы орысшаға аударып, нотариально заверт етіп, соның көшірмесін алып бардым. Сосын өзімнің жеке туралы куәлігімнің көшірмесін алып бардым. Сосын әкесі болған жағдайда, егер туу туралы куәлігінде әкесі жазылса, әкесінен рұқсат қағаз керек, согласие. Мен оны Турцияда жүргенде алдыртып алған, оның мерзімі 6 айға еді. Мен қаңтар айында жаздыртып алдырғанмын сол жақтан нотариуста. Әкесі согласие береді, рұқсат береді. Баласы, осындай баласы, шешесі Қазақстанға алып барып, сол Қазақстанның сол жақта тұрақты тұру қағаздарын алуға, визасын алуға рұқсат беремін деген қағаз болу керек, согласие әкесінің. Сол жақта Турцияда мен нотариустан алып, согласияны оны сол жерде заверт етіп, сол жерде апостиль бастыртып, алып келген едім осы Қазақстанға, соны орысшаға аудартып, нотариально осы жақта заверт еттім. Соны алып бардым. Және баламның 3,5-4,5 2 фотосын алып бардым. Сосын госпошлинасы болады, төленеді. Мен 17.300 теңге төледім. Осы ПМЖ үшін сол жерде, соның ішінде Қазпочта болады, сол жерде төлеп, сол жерде квитанциясын алдым. Сол жерде анкета толтырылады, сол анкетаны толтырдым. Және де не керек, нотариальное согласие на постоянную прописку деген болады. Мен апамның үйіне тұрып отырған соң, апамнан рұқсат керек, нотариусқа барып, апам, не өйткені үйдің хозяйының иесі сол ғой, сол нотариусқа барып, нотариустан согласие жазады. Мен осындай, шешесі осындай, баласы шетел азаматы осындай дегенге, неше жылға мысалға, 10 жылға ма, 5 жылға ма, білмеймін, постоянно тұруға, тұрақты тұруға рұқсат беремін пропискеге деген сияқты нотариустардың өздері біледі, соны жасатып аласыз. Соның оригиналмен бәрін алып барып соңға тапсырдым. Бірақ сон ереже жаңадан енгізілген соң, сонда жаңадан миграцияның құжаттарын қабылдап жатқан соң көп заттарды біліңкіремейді. Қалай толтыру керек деген сияқты, бірақ құжаттарыңызды бәрін алып қалып, анкетаңызды толтырып, системаға енгізіп, миграцияға заявка жібереді.
сөйтіп жіберді. Сосын маған миграция өздері телефон соқты, сол жердегі қыздар: бізге келе қоясыз ба, тікелей миграцияға келіңіз, бір қағаздарыңызды, анкеталарыңызды дұрыс толтырмаған екенсіз, толтырыңыз соны деп. Сөйтіп мен миграцияға бардым. Мына қағаздарыңыз керек пе, мына құжаттарыңыз керек ме? Кейбір артық қағаздарды, артық құжаттарды салдым да ішіне. Сол баланың мысалға форма 23 деген сияқты клиникадан алған қағазын салдым да. Сол мынау керек пе, деп сол керекпестерін кері берді. Сосын кейбір құжаттарын көшірмесін беріп қойдым, оригиналын бер деген сияқты. Мысалы папасының согласиясының мен көшірмесін беріп едім ғой. Көшірмесін емес, оригиналын бер деді, оригиналын бердім деген сияқты. Сосын анкетаны дұрыс толтырмағансыз деп, анкетаны маған қайттан толтыртқызды. Мына жері қате, былай толтыр, мына жері қате, былай толтыр деген сияқты. Сөйтіп толтырып, миграцияның өзі соңға шақырған жоқ, миграция тікелей өзіне шақырды. Сөйтіп миграциямен сол жерде отырып бәрін түзедік. Сөйтіп алып қалды. Содан ол маған бір ай жарымда дегенде бір 45 күннің ішінде жауап келеді деді. 14-14-тен сөйтіп күттім, қағаздардың бәрін тапсырып. Сосын бірақ ол 45 күнге жеткен жоқ, одан ертерек алдым, бір 2 аптаға. Сөйтіп барғанда соннан барып кету керек болды. Соннан барып алдым қағазды. Документ тапсыратын жері болады. Сонның документ беретін жерлер, мысалға жеке туралы куәлік, паспорт беретін выдача документов жерлер болады ғой. Сонның сол жерден барып қағазды алдым. Бірақ ол 2 түрлі қағаз болды. Біреуі жаңа миграцияның қағазы, балама берілген, ат-түртке жазылған, печать басылған, қол қойылған, және де бір қағаз, ол соңға арналған қағаз болды. Сөйтіп мен сол жерде жоғарыға көтеріліп, номерок алып, жаңағы миграцияның документтерін алатын қыздарға бардым. Менде осындай 2 қағаз келді. Біреуі А4 қағаз, осы мынау разрешение на постоянное место жительства, біреуі мынау сіздерге сияқты деп. Сөйтіп олар бір екінші қағазды өздері алып қалды. Сондағы қыздар ол қағаз өздері миграция хабар береді екен. Әйгерім Бейсенбаева келіп, баласының мынағы ПМЖ-сын келіп алып кетті деп. Келді, шынымен алды деген сияқты уведомление береді екен миграция. Сол қағаз алып қалып, маған А4 қағазымды қолымдағы қайтып берді. Сосын мен сол жерде сұрадым, енді маған А4 қағаз ғой, бір карточка сияқты бірдеңе бересіздер ме, жеке туралы куәлік сияқты деп балама деп. Жоқ, оны тек 16 жасында ала аласыз. Бұл А4 қағазы қолыңызда міндетті түрде жүру керек. Ертең мен мысалға таможняға кіріп шыққан кезде не болмай ма дедім, проблема болмай ма дегенде, жоқ, мына уже тұрақты тұруға рұқсат қағаз, осымен балаңыз жүре бере алады Қазақстанда деді. Виза жасатпаймын, енді получается визам баламда қазір однократный Су-11 визасы бар ғой, оны ұзатпаймын. Сол ертең 1 жылдың ішінде соның срок өтеді. Болды, оны ары қарата продление жасамаймын. Тек жаңа қолдағы А4 қағаз, тұрақты тұруға рұқсат қағазы бар ғой, миграциядан берілген. Соны өзбен бірге алып жүремін. Соны көрсетемін. Егер неден границадан, шекарадан кіріп шығамыз ғой, шетелге кетеміз, шетелден келіп жатырмыз, сол кезде паспортный контроль бірдеңе деп жатса, сол қағазды көрсетемін. Менен ешқандай виза керек жоқ Қазақстанға балама тұруға, өзінің осындай рұқсат қағазы бар миграциядан деп. Сол осындай құжаттар керек екен. Өзімнің тәжірибем сіздермен бірге бөлісіп жатырмын. Мүмкін сіз қараған кезде заң өзгеріп кететін болар, ереже өзгеріп кететін болар, мен білмеймін. Бірақ менің басымнан өткен тәжірибе осы. Егер өздеріңіз сондай балаңызға, ағайыныңызға виза немесе ПМЖ дайындайын деп жатсаңыз, міндетті түрде осы менің видеоларымды сол сақтап алыңыз. Мүмкін керек адамдарға жіберсеңіз, бөліссеңіз болады. Мүмкін осындай ПМЖ, ВНЖ туралы сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазуыңызға болады, немесе тікелей менің өзімнің имейліме жазуыңызға болады. Бөліссеңіздер болады адамдармен. Және де жаңағыда мен айтып өткенде, мүмкін осының қарап жатқан кезде, менің видеомда қарап жатқан кезде, мүмкін заң өзгеріп кеткен болар, мен білмеймін да енді. Барып, бұл 2026 мамыр айында болған жиналған документтер, құжаттар біліп отырыңыз. Мүмкін сіз 2026-ның несіне желтоқсанында, мүмкін 2027 қаңтарында қарап отырған боларсыз да, мүмкін мына видеода. Мүмкін ол кездерде заң өзгеруі мүмкін деген сияқты ғой. Сол кезде миграцияға барып, міндетті түрде соңғы емес миграцияға барып тізімдерін, өзгерген заңдар жөнінде біліп алыңыз. Сол бойынша қағаз құжаттарыңызды жинап, соңғы барып тапсырасыз. Сол айтқым келгені, рахмет қарағандарыңызға, каналыма тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, комментарий тастаңыздар, лайк басыңыз, міндетті түрде лайк басыңыз. Және де сіздерден бір өтініш, менің каналымның дамуына көмектескіңіз келсе, менің соңғы бір 10 видеомды басынан бастап соңына дейін қарасаңыздар, лайк басаңыздар, өте үлкен алғысымды білдірер едім. Сол, пока-пока. Бәріңізге сәттілік.